2022 жылы мемлекеттен бөлінген грант саны алдында жарияланған болатын. Сол тізімге қарап, былтырғыға қарағанда ең көп өскен мамандықтарды анықтадық. Әзірге лайк басып, каналға жазылып қой. Бұл бізге пайдалы контент түсіруге мотивация береді. Сонымен грант саны 2021-ге қарағанда 2022 жылы ең көп өскен топ 10 мамандық. 10-шы орында жер туралы ғылым мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 397 грант, ал 2022 жылы 690 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 85. 9-шы орында коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 557 грант, ал 2022 жылы 1000 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 80. 8-ші орында химия мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 645 грант, ал 2022 жылы 1158 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 77 балл. 7-ші орында орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 350 грант, ал 2022 жылы 630 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 109 балл. 6-шы орында әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 200 грант, ал 2022 жылы 400 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 78. 5-ші орында география мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 95 грант бөлінді, ал 2022 жылы 210 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 106. 4-ші орында механика мамандығы. Ал бұл мамандыққа 2021 жылы 210 грант бөлінді, ал 2022 жылы 476 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 50. 3-ші орында информатика мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 203 грант бөлінді, ал 2022 жылы 510 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 91. 2-ші орында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 250 грант, ал 2022 жылы 630 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 122. 1-ші орында мал шаруашылығы мамандығы. Бұл мамандыққа 2021 жылы 90 грант бөлінді, ал 2022 жылы 325 грант бөлінді. Былтырғы грантқа шекті балл 60. Қалған мамандықтарға бөлінген грант санын Jio.kz қосымшасынан көре аласың. App Store немесе Google Play Market'тен тегін жүктеп ал. Видео пайдалы болса, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше.